Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ыстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін естіп жүрген кісілер өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өз іске жарамайды. Сондайдан естіп білген жақсы нәрселер естісе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам деуге болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, салықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не сол жерде сөзінің расына көз жетсе, естіп, естпей не керек? Осындай сөз айтпай тұрғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтады екен. Сол секілді сөз болады.